Барлықтарыңызға сәлем. Мен Олжан Нұғман қызы. Бүгін машинатану негіздері және салалар бойынша материалтану пәнінен күнделікті сабақтан үзінділерді баяндайтын боламын. Пән материалдар өндірісінде қолданылатын тоқыма өндірісінің негіздері, маталардың құрылымы, тігін жабдықтарын меңгеруге бағытталған. Қорғап шыққан болатын ол кісі. Бұл машина бес тігіншінің орнын басқан болатын. Ең алғашқыда 1755 жылы Англияда Карл Вайзенталь бір жіпті тігін машинасын ойлап тапқан болатын. Ол ең үлкен жаңалықтардың бірі. Бұл зингер жүйесіне келетін болсақ, кейін қандай да болса бір технологиялық операцияларды орындайды. Әмбебапты ол бастыра, қондыра және қосылып тігуге арналған машина. Мамандырылған белгілі бір операцияларды орындайтын материализация. Бірақ ол машина ұсынылғанмен, бірақ дальше кетпей қалады. Маталар мен басқа да текстиль бұйымдарды өндіруге қолданатын талшықты текстиль талшығы дейді. Өте кіші талшықтарға бөлінбейтін элементарлы немесе моножіп деп атайды. Ал ұзындығы және созымдығы бірнеше жүздік метрмен өлшенетін, яғни өте ұзын болатын, оны текстиль жібі дейді. Жасанды және синтетикалық жіп. Сабақ барысында бейне роликті көреміз. Мен бүгін сіздерді иненің құрылысымен таныстырмақпын. Бізде иненің екі түрі болады: қол ине және тігін машинасының инесі. Мен бүгін сіздерге тігін машинасының инесімен таныстырмақпын. Көздің астыңғы жиегі, көздің үстіңгі жиегі болады. Одан кейін ұзын өзекшесі және қысқа өзекшесі болады. Қолбасы болады. Қолба деген ол тігін машинасына кірген кезде ұстап тұрады инені. Бүгін біз челноктың схемасы бойынша айтатын боламыз. Және бұл бізде челнок деп аталады. Челнокқа келетін болсақ, бұл бізде бекіту рычагы деп аталады. Және корпус аймағы деп аталады. Ал мына жерге келсек, бізде винттар. Осы аймағына келетін болсақ, бізде саңылау деп аталады. Міне. Және мына жерге келетін болсақ, бізде жіп тартқыш септімділігі деп аталады. Машинаға қажетті заттар талшықтардан аламыз: маска, және де тағы да басқа бинт, және де медицинаға қажетті заттарды ала аламыз. Ал екіншіден бізде бұл өнеркәсіпке қатысты, өрт сөндіруге қатысты. Сабақ барысында YouTube сілтемелерімен жұмыс істейміз. Сабақ барысында табиғи және химиялық талшықтардың кейбір түрлерінің жану ерекшеліктерін зерттейміз. Талшықтардың түрлерін таңдап аламыз. Оның қалай жануы, жалыннан кейінгі түрі, иісін, осыларды біз зерттеп, өзіміздің дәптерлерімізге жанып эксперименттер жүргіземіз. Қағыздың жанғанын қалмай бәрі жанып кетіп, қарап күйіп болады. Сабақта сөз тіркестерін табу, миға шабу ойындары, экспресс-дебат ойындарымен және де компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электронды оқулықтарды, мультимедиалық технологияларды, веб-материалдарды қол жеткізу және де басқа да сандық бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалануды. Оны қойдың жүнінен алып, оны иіріп, сонымен де жасаған.
одан кейін талшық па? Талшықты көп пе? Басында да тұр ғой. Гүл. Ой қозғау тәсілі идеяларды бірлестіре отырып, ой қозғау тәсілі бойынша жинақтау, талқылауда шығармашылық пен бірін-бірін сыйлау атмосферасын құрастыру қажет. Алдын ала дайындалған идеялар тізімін оқуға рұқсат етілмейді, бірақ ойлары осы жерде туындау қажет. Төменге түскенде мата қаншалықты размерде болады? Сол Жоқ, емес. Табан көтергенде естиді. матаны ұстап тұрады ғой, андай размер. Потом мына несі махабекті көрсет. Махабик міне, өзіне қарай бұрайсың, махабикті. Мынау закрепка, матаны тіге басаған кезде закрепкеге басып аласың, одан кейін аяқтағанда тағы бір рет басасың. Сол кезде ары бері тұрып, өзі закреп жасап береді бізге. Инені несетін. Тігін машиналардың негізгі жұмыс органдарымен, тігін машиналардың түрлерімен танысамыз. жуан жіңішке оң және сол жақта. Тігін машинасында және үй. Қол ине мен машина инесінің айырмашылығы. Машина инесі қалыңдау, қол ине жұқа болады. Жоқ, мальдарды жауап бересің. Иненің машина инесі да күзу үшін. Короче, что вот это механизм бар, Иненің Біздің кафедраға арнайы шақырылған Түркия Республикасы Афон Қожа Тепе университетінің өнер шеберлерінің Эбру өнерінің техникаларының қыр-сырымен бөлісіп мастер-класын тамашаладық. Sanat eserine dönüşmüş bunlar. El sanatları olmuş. Сіздерге көрсетіп отырғаным Афония университетіне келіп, кандидат оқығандықтар, қызмет бөлімінде біздің мақсаттарымыз шұғыл болғандықтан, осы Қазақстанға келіп, сіздерге түсіндіріп өтетін университеті жайында презентация қойылатын болады. Burada da Hititler zamanından kalma bir kalesi var. Yüksektepe Hapanova denilen Hitit, Frikya gibi uygarlıkları da ev sahipliği yapmış. Бұл көптірғанымызда Натал Хитит заманынан қалған. Хитит деген ол біздің бұрынғы сол жерді мекендеген адамдар. Солардан қалған жерді қалашыққа айналдырып, бүгінге жалғасуда. Evet. Afyonkarahisar keçe üretim merkezlerinden bir tanesi Anadolu'da, Türkiye'de. Anadolu'da Türkiye yerindeki ülke üniversitetin biri. Biz Orta Asya'dan geldiğimizde zaten sanatlarımızı da yanımıza getirdik. Ama daha önce de Anadolu'da keçe yapılmış. Bunlar mesela duyuyorlardır Midas. Kral Midas, Frig kralı. Көрсетіп университеттері қолөнермен ауыз кісінің жасаған өнер туындысы. Bunlar Afyonkarahisar Müzesi'nde sergileniyor. Evet, bizim Afyonkarahisar'da da topak ev diyoruz biz. Siz yurt diyorsunuz. Biz topak ev, keçe, bu bir minyatürden. Біздің де мекенімізде осындай бізде шаңырақ дейді ғой, киіз үй. Сонда біз қалпақ үй деп атаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің мәдениетімізбен ұқсастықтар бар екен, иә? Білім мен дағдыларды меңгерудегі шығармашылық әрекеттің теориялық мәселелеріне студенттер қызығушылықпен қарайды. Маған жазылып, досыңызға репост белгі қойыңыз. Басқа идеялар үшін менің жазбаларыммен танысып, парақшаны қадағалаңыз. Келесі кездескенше.